Бүгін біз бүйрекке зиян келтіретін тағамдарға көбірек тоқталамыз. Жұптасқан органдар экскреторлық функцияны орындайды, артық сұйықтықты және онда еріген заттарды қаннан кетіреді. Сондықтан дұрыс емес тамақтану бүйрек патологиясын қалыптастыруда шешуші рөл атқарады. Бұл бейнені міндетті түрде соңына дейін көріңіз, өйткені біз сізге бүйрекке зиянды әсер ететін ең көп таралған тағамдар туралы айтып береміз. Бүйрек ауруы бар адамдарға келесі тағамдарды жеуге болмайды. Құрамында оксалаттар бар тағамдар. Бұл шпинат, жаңғақтар, чипсы, фри, шавель, қызылша, кебек. Шындығында мұндай өнімдер көбірек. Оларды жиі қолдану уролитияның дамуына әкеледі. Сондықтан алдымен бүйректе құм, содан кейін үлкенірек тастар пайда болады. Калий жоғары тағамдар. Ең алдымен бұл авокадоға қатысты. Өйткені оның құрамында осы микроэлемент өте көп. Калий көп жағдайда пайдалы, әсіресе жүрекке. Ол ағзадағы сұйықтықты реттейді, жасуша буферін және электролит балансын сақтайды. Бірақ оның артық болуы гиперкалиемияны тудырады. Аурудың негізгі белгілері жүрек соғысының баяулауы, жүрек айнуы және әлсіздік. Құрамында кофеин көп, кофе, қою шай және басқа да сусындар. Бұл алкалоид бүйрекке зиянды. Егер ол денеде көп болса, ол бар ауруларды күшейтіп тастардың пайда болуын тудыруы мүмкін. Сондықтан күніне 2 кеседен артық кофе ішпеу керек, бірақ сусынның бір порциясымен шектелген дұрыс. Газдалған сусындар мен энергетикалық сусындарда тыйым салынған тағамдар тізімінде. Кейбір препараттардың құрамында да кофеин бар екенін ескеріңіз. Мысалы, бас ауруына көмектесетін цитрамонда да кофеин кездеседі. Сондықтан бүйрек патологиясы бар адамдар препараттың нұсқаулықтарын мұқият оқып шығуы керек, және кез келген таблеткаларды тек дәрігер тағайындағандай қолданған дұрыс. Барлық сүт өнімдері, тіпті йогурт пен айран сияқты пайдалы өнімдерде кальций көзі болып табылады. Егер сіз сүтті көп қолдансаңыз, онда жоғарғы концентрациядағы кальций несепте пайда бола бастайды, және бұл уролитияның дамуы ықтималдылығын айтарлықтай арттырады. Дүкеннен сатып алынған сары май жүрек ауруларының қаупін арттырады. Холестерин мен қаныққан майдың күшті көзі, ал жүрек қан тамырлары аурулары бүйректің жұмысына бірден әсер етеді. Өйткені мұндай жағдайларда экскреторлық жүйе мүшелерінің бұзылу қаупі артады. Көп мөлшердегі тұз бүйрек пен басқа мүшелерге өте зиянды. Бұл денеде сұйықтықтың жиналуына әкеледі. Ал артық натрий гидролитикалық тепе-теңдікті бұзуы мүмкін. Оның көп мөлшері өңделген тағамдарда, шұжықтарда, жартылай фабрикаттарда бар. Сондықтан тұзды тұтыну деңгейін өз қолыңызбен жасалған үй тағамдарын жеу арқылы ғана бақылауға болады. Айтпақшы, артық тұз гипертонияның даму факторларының бірі болып табылады. Ет пен бауырда пуриндер бар. Бұл заттар несеп қышқылының өндірілуін ынталандырады. Бұл бүйректің қатты жұмысын тудырады. Сонымен қатар зәр қышқылы бірлескен тіндерде жиналып, артриттің дамуын тудырады. Тәттілер мен тәттілендіргіштер бүйрекке ғана зиянды емес. Қант диабеті дамыса, ол экскреторлық жүйенің және барлық басқа органдардың күйіне апатты әсер етеді. Ашты дәмдеуіштер мен приправалар бүйрек тінін тітіркендіреді. Уақыт өте келе олардың функционалдық белсенділігін бұзады. Алкоголь экскреторлық жүйе органдарындағы онкологиялық процестердің дамуының маңызды себептерінің бірі. Ол тек бүйрек пен қуықты ғана емес, бауырды және басқа мүшелерді де баяу өлтіреді. Пайдалы тағамдар. Зәр шығару жүйесінің мүшелері бұзылмай жұмыс істеу үшін диетаға келесі тағамдарды қосқан жөн. Таза суды көп ішіңіз, күніне 2 литрден артық ішкен жөн. Бірақ аяқтарыңыз ісінбесе және жүрек жеткіліксіздігі болмаса ғана. Су жетіспесе бүйрек қажетінше жұмыс істемейді, суды ұстап қалады. Бұл токсиндердің жиналуына әкеледі. Қарбыз және қияр. Бұл өнімдер дезинфекциялау және детоксикациялау әсері бар айқын диуретикалық әсері көрсетеді. Осы себептерге байланысты итмұрын тұнбасы мен қайың шырыны да пайдалы. А дәрумені бар өнімдер бүйректің жақсы жұмыс істеуіне және тіндердің құрылымын жақсартуға көмектеседі. Сондықтан балық майы, сәбіз, болгар бұрышы, асқабақ, теңіз шырғанағы, сондай-ақ сары немесе қызғылт сары түсті кез келген басқа көкөністер мен жемістер пайдалы. Жарма, сұлы жармасы, қарақұмық және інжу мен арпа. Олардың арқасында бүйректер біркелкі жұмыс істейді. Кофе мен қара шайдың орнына цикорий ішкен немесе шөп шайларын қайнатқан дұрыс. Мысалы, линден қосылған түймедақ, лимон бальзамы қосылған жалбыз және тағы сол сияқтылары. Бұл бейнеден жеткілікті пайдалы ақпарат алдыңыз деп үміттенеміз. Лайк басып осы бейнені әлеуметтік желілерде достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Бір-біріңізге сау және күшті болуға көмектесіңіз. Арнаға жазылып, дене сырын бізбен бірге ашыңыз.